Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Дина, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецепте сіздер үшін ерекше бір тағамның түрін ұсынбақшымын. Ал сіздер арнамда алғаш рет болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл үй жағдайында жасалатын 3 түрлі маринадқа қойылған шашлықтың түрі. Ол үшін бізге тауықтың филе еті қажет болады. Осындай 4 бұрыштарға бөліп аламыз. Етті ыдысқа салып аламыз да, оны тұздаймыз және құрғақ чеснок салып, тұз бұрышты өзіміздің қалауымызбен саламыз. Жақсылап араластырып аламыз және 3 тең бөліктерге осы етті бөліп аламыз. Яғни сіздерге шашлықтың 3 түрлі маринадын ұсынбақшымын. Бірінші маринадымызға қарапайым қаймақпен, яғни сметана және томат пастасын араластырамыз. Әр затты, яғни маринадқа қажет заттарды 1 шай қасықтан қосатын боламыз. Яғни келесі маринадымызға 1 шай қасық бал және 1 шай қасық горчицаны араластырамыз. Ал келесі маринадымыз соя соусымен араластырып қоямыз. Әр маринадты жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Минуттан соң дайын болған етімізді осындай шашлықтарымызға пайдаланатын шпажкелерді аламыз. Мен оларды алдын ала суға салып қойдым. Осылай еттерімізді салып алып, духовкаға дайындаймыз. Мінеке 3 түрлі маринадқа дайындалған шашлықтарымыздың еті дайын. 20 минутта 200 градуста пісіріп аламыз. Және де ол еттерді духовкаға салмастан алдын осылай бетіне май жағуды ұмытпаңыздар. Шашлықтарымыз дайын болды. Өте керемет. 3 түрлі маринадқа яғни дайындалған. Әрине дәмі де 3 түрлі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де оның жанына осылай уксус пен суға араластырған пиязды турап қойсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.